Саламатсыздар ма? Бүгін 3-ші сынып 110-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Бірінші тапсырма: бөліндінің мәні мен қалдықты ата. Барлық қалдықтардың қосындысын тап. Сонда сен халықаралық олимпиадаға қатысу үшін әлемнің қанша елінен оқушылар жиналғанын білетін боласың. Бірінші 38-ді 7-ге бөлеміз. 38-ді 7-ге бөлсек 5 және 3 қалдық қалады. 5, 3 қалдық. 50-ді 8-ге бөлеміз. 6, 2 қалдық. 13-ті 7-ге бөлеміз. 1, 6 қалдық. 10-ды 6-ға бөлеміз. 1, 4 қалдық. Енді осылардың қалдығының қосындысы 15-ге тең болды. Демек, бізде олимпиадаға қатысу үшін әлемнің 15 елінен оқушылар жиналған екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма: қалдықпен бөлуді орында. Есептеуді тексер. Бізде қалдықпен шығарылатын есеп берілген. 364-ті 3-ке бөлеміз. 121 бір қалдық болады. 121 бір қалдық. 846-ны 4-ке бөлеміз. 214 2 қалдық. 483-ті 2-ге бөлеміз. 241 бір қалдық. 779-ды 7-ге бөлеміз. 111 2 қалдық. 89-ды 4-ке бөлеміз. 22 бір қалдық. 78-ді 7-ге бөлеміз. 11 бір қалдық. 968-ді 3-ке бөлеміз. 322 2 қалдық. 685-ті 2-ге бөлеміз. 341 бір қалдық. Келесі тапсырма: 360 теңгеге бірдей 4 ашық хат сатып алынды. 810 теңгеге осындай қанша ашық хат сатып алуға болады? Бірінші 360-ты 4-ке бөліп аламыз. 360-ты бөлеміз 4-ке тең болады 90. Енді 810 теңгені шығару үшін 810-ды бөлеміз 90-ға. Тең болады 9. 810 теңгеге бізде 9 ашық хат сатып алуға болады екен. Екіншісі, бірдей 6 бумада 180 ашық хат бар. Осындай 8 бумада қанша ашық хат болады? 180-ді 6-ға бөлеміз. 180 бөлу 6 тең болады 30. Енді 8 бумада қанша ашық хат барын білу үшін 30-ды көбейтеміз 8-ге, тең 240. Бізде 8 бумада 240 хат болады екен. Келесі тапсырма: дүкенде 12 қорап түрлі түсті қарындаш және одан 2 есе артық жай қарындаш сатылды. Барлығы қанша қорап қарындаш сатылды? Бірінші 12-ні 3-ке көбейтеміз. А тапсырмасынікі мынау. А тапсырмасы 12 көбейту 3 тең болады 36. Енді бізде 3 есе артық деп тұр. 12-ге қосамыз 36-ны тең болады 48. Бізде барлығы 48 қорап қарындаш сатылған екен. А тапсырмасына көшеміз. Дүкенде 12 қорап түрлі түсті қарындаш сатылды. Бұл жай қарындашқа қарағанда 3 есе артық. Барлығы қанша қорап қарындаш сатылды? 12-ні бөлеміз 3-ке, тең болады 4. 12 қосу 4 тең болады 16. Бізде барлығы 16 қорап қарындаш сатылған екен. Келесі
алтыншы есеп. Залды безендіру үшін 334 жалауша сатып алынды. Оларды 3-тен біріктіріп байлады. Қанша байлам жасалды? Қанша жалауша артық қалды? Бізде бұл жерде қалдықпен бөлінетін есеп берілген. Қалдық қалу керек. Ол үшін біз қанша жалауша артық қалғанын білу үшін 334-ті бөлеміз 3-ке. Тең болады 111 жалауша және 1 жалау артық қалған екен. Қалдық, бір қалдық. А тапсырмасында дәл осындай есеп құрастырамыз. Келесі 7-ші тапсырма. Тіктөртбұрышсыз. Оны 2 тікбұрышты 3 бұрышқа бөл. 3 бұрыштардың ауданын есепте. Бізде мына 3 бұрыштың ауданын есептеуіміз керек. Ауданды есептеу үшін біз мына формуланы есімізге түсіру керек. Ауданның формуласын S тең А көбейтілген В. Бізде тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығы берілген. Ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтіп аламыз. S тең 3 тіктөртбұрышты осы формулаға саламыз. S тең 12 көбейту 6. 12 мен 6-ны көбейтеміз. Тең болады 72. Енді мынау 3 бұрыштың ауданын табу үшін біз 72-ні осы барлық ауданды бөлеміз 2-ге. Өйткені жартысын табуымыз керек. Тең болады 36 метр квадрат. Мына жер 36 метр квадратқа тең болды. Келесі 4 сантиметр және 2 сантиметр. S тең 4 көбейту 2 тең болады. Бізде 8 сантиметр квадрат. Енді жартылай 3 бұрыштың ауданын табу үшін 8-ді бөлеміз 2-ге тең болады 4 сантиметр квадрат. 4-ге тең болды. Келесі 3-ші. S тең 4 көбейтілген 9 тең болады 36 сантиметр квадрат. Енді жартысын табу үшін 36 сантиметр квадратты бөлеміз 2-ге тең болады 18 сантиметр квадрат. Мына жер 18 сантиметр квадратқа тең болды. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.